Сәлем достар, бүгін біз қалай лифт жасау керек туралы үйренеміз. Міне мен өзіме осындай бір лифт жасадым. Және де бұл оп-оңай. Сіздерде және де новый водный версия болса, ол лифтқа тез шығуға болады. Міне осындай лифт. Мен қазір сіздерге оның қалай шығып, қалай түсетін туралы көрсетемін. Міне қазір оны шығу үшін міне былай істейміз. Бұның қасына барамыз. Мынандай бізде шығады. Осындай бізде шығады. Төбеге қарай шыға береміз. Осыны басып. Есік жасап қойсақ та болады. Зомби сондайлар кіріп кетпесін. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Бұл жерде осылай төбеде жүрсеңдер болады. Бұл жерге және төбеге даже үй салсаңыздар да болады. Қалай жасау керектігін қазір мен сендерге көрсетемін. Ух ты, мына авария болыпты. Мына авария болыпты мына жақта. Енді бір таза жерге шығып алайық. Арсамда да бір соғып отыр қазір. Бүйтіп қойып жоғары енді бізге ведро воды керек. Өздеріңе ыңғайлы бір блокпен істей берсеңдер болады бұны. Осылай. Қазір осылай жасай беру керек. Бізден салып отқан кезде лайк басып, подписать етіп алыңыздар. Нені істеп жоғарылатып сала беруіміз керек. Өйткен біз енді төбеге бұлттарға шығу үшін. Енді залымшымен басамыз. Бүйтеміз. Біз жерге түсіп алайық. Көріп тұрғандарыңыздай. Біздің лифт дайын. Енді аламыз төбеге шығатынды басып тұрамыз. Көрдіңіздер ме? Әлі керегін түсетін болсақ, төменге қарай басамыз да. Міне, біз даладамыз. Осымен сау болыңыздар достар. Лайк басып подписать етіңдер.